Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін мен сіздерге тұқыны қоректендіру және нормасы жайлы кішігірім ақпарат бергім келіп тұр. Негізі тұқы, біріншіден тұқы деген сөзге анықтама беріп кетейік. Тұқы дегеніміз сазан балығының қолға үйретілген түрі. Яғни сіз табиғи ортадан аулап әкеп өзіңіздің тоғаныңызға жасанды салсаңыз, оны тұқы дей берсеңіз де болады, сазан десеңіз де болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Алдарыңызда тұрған кестеде тұқының әр салмағына қарай, мысалы 50 грамм, 50 грамм, 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм тәуліктік рационы көрсетілген, пайызбен көрсетілген. Бұл жерде мынаның бәрі пайыз. Мынау судың температурасы 11 мен 20 градус аралығында қоректендіру нормасы. Бұл жерде мысалы сізде 500 дана тоғаныңызға 20 граммдық шабақтар салсаңыз, сіз мысалы 19 градуста мысалы оның дене салмағының 14,4%-ын беруіңіз керек. Бұл жерде қарапайым математикалық жолмен есептей салсаңыз болады. Мысалы 20 граммның 14,4%-ы 2,88 грамм, 2,188 грамм. Оны жалпы тоғаныңыздағы балық санына көбейтесіз. Сонда сізде 1440 грамм шығады. Яғни бұл сіздің тәуліктік балықтарды қоректендіру нормасы. Оны 2 бөліп берсеңіз де болады, мысалы 500 граммнан мысалы 3 бөліп берсеңіз де болады деген сияқты. Оны өзіңіз білесіз. Негізінде балықтарды күннің жарық кезінде қоректендірген дұрыс. Және дәл осы есеппен сіз 1 гектарда 4-5 мың дана балық өсірсеңіз болады. Сәйкесінше температураны таңдайсыз, 20 және одан жоғары. Сосын балықтарыңыздың орташа салмағын тауып аласыз. Балықтардың орташа салмағын табу ол өте оңай. Шамамен айталық бір 20-30 балықты, әртүрлі салмақтағы балықтарды алып, оның орташа салмағын табасыз. Орташа салмағын тапқаннан кейін мына судың температурасына, балықтың мысалы орташа салмағын тапқаннан кейін мына нормаларға қарай ары қарай жаңа көрсеткенде есептей бересіздер. Кәсіптеріңіз дами берсін. Жаңадан ашып жатқан балық өсіремін деушілер болса, комментарийлерге сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады. Қош сау болыңыздар.